Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Тәуелсіздік бұл еліміздің басты құндылығымыз. Тәуелсіздік күні еліміздегі азаматтар үшін де ерекше мереке болып табылады. Ата-бабаларымыз бұл уақытты сан ғасырлардан бері күткен болатын. Кең байтақ көкжиектің жерім менің, таулы жасыл жайлау жерім менің. Бүгінге бар әлемге дақын жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Егеменді еліміз мәңгі болсын, тәуелсіздік тұмыры жұмын қағып, ортамайсыз ынтымақ бірлігіміз, сыйластықта жүрейік әрбір қазақ. Республика күнінің толайық бір, елімізде болып әр іс ғажап. Егеменді еліміз мәңгі болсын, тәуелсіздік тұмыры жұмын қағып, ортамайсыз ынтымақ бірлігіміз, сыйластықта жүрейік әрбір қазақ. Республика күнінің толайық бір, елімізде болып әр іс ғажап. Егемен елім десем сенім кіріп, бойымды жердеп кетер сенімділік. Ешкімге ауыстырмас алтын отан, жырлаймын қасиетімді төгілдіріп. Жарқырап жанған күндей азаттығың, көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өткен ол ұлт күні, қазақ күні. 2018 жылы Димаш Құдайберген әншілер байқауына қатысып, Қазақстанды бар әлемге танытты. 2019 жылы 9 маусымда тәуелсіздік Қазақстан тарихында екінші президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сайланды.